Еліміз тәуелсіздік алғаннан бастап халықтың санасы біртіндеп оянып, бұрынғы Кеңес одағы жауып тастаған перделер ашыла бастады. Солардың бірі тарих саласы. Көптеген көзі ашық азаматтар қазақтардың кеше пайда болған халық емес екендігін, жалған тарихтың бәрі қазақтардың құлдық сана сезімін қалыптастырып, бодандықта ұстау үшін жазылғандығын көпшілікке дәлелдеп жатты. Осы тұста Шыңғыс хандан да айналып өтпедік. Әрине, халық оның қазақ екенін түсініп, Шыңғыс империясының атауын әртүрлі болжамдармен атай бастады. Солардың қатарында моңғол сөзін кейбірі моңғол деген сөзден шықты десе, кейбірі мәңгілік ел деген ұғымнан шықты деген пікір айтып жатты. Мен бұларды қабылдай алмадым, себебі моңғол сөзінің тура аудармасы бізге жеткен жоқ. Ақиқатқа көз жеткізу үшін біз әдеттегідей орыс тарихшылары жазып берген кітапты емес, сол ғасырда жазылған араб парсы деректеріне көз жүгіртуіміз керек. Бүкіл әлем бойынша ең көп тарихы бұрмаланған халық десе, ол Орта Азия түркілері деп айтсақ қате болмас. Себебі қаншама түркі империялары болды, бірақ олардың аттары бізге мүлдем басқаша түрде айтылып оқытылғанда, бізден алыстатылуға жасалған әрекеттерді көре аламыз. Мысалы, Мәмлүк сұлтанаты. Бұл мемлекетті қазақ даласынан тасымалданған жауынгер құлдар құрған болатын. Әуелі құл болса да кейіннен күшейіп, зор беделге ие болғанмен қоймай, мемлекет басшыларын тақтан тайдырып билікті жаулап алған болатын. Мәмлүк сөзі араб тілінен аударғанда құл деген мағынаны білдіреді. Билікке келген қазақтар өз елін құлдардың сұлтанаты деп атауы қаншалықты орынды. Шындығында жазбаларға қарасақ, олар Мәмлүк сұлтанатын Атрак дәулеті деп атаған. Арабтар түркілерді Атрак дейді, яғни түркілердің мемлекеті деп аталған. Алтын Орданы алсақ та, ордалықтар өз елдерін ұлық ұлыс деп атаған, яғни ұлы мемлекет деген мағынада. Орта ғасырлық парсы жазбаларында Әмір Темір мемлекетін Тұран елі деп атайды. Бірақ орыстар оны бізден алыстатып көрсету үшін Әмір Темір мемлекеті деп тарихымызға жазды. Оның ұрпағы Бабыр құрған мемлекетті ұлы моғол империясы деп айтса да, олар ешқашан өз мемлекетін моғол деп атамаған. Бабырдың мемлекеті Тұран деп аталған. Иранда билеп төстеген Әзірбайжан империясы да адам атымен Сефевид империясы деп атайды. Бірақ орта ғасырдағы жазбаларда олар өздерін Дәулете Қызылбаш деп атаған, яғни Қызылбастар мемлекеті. Өзбектерді алсақ та, орыс деректерінде Хиуа хандығы дейді, бірақ олар өз елдерін 1920 жылға дейін Хорезм елі деп атаған. Ал Хиуа деген астанасының аты ғана. Ал қазақтарды 1925 жылға дейін әдейі бұрмалап қырғыз қайсақтар деп атап келді. Қазақтар ешқашан өздерін қырғыз деп айтпаса да, және орта ғасырларда орыстарға қазақ хандар жіберген елшіліктерден келген жазбалардың бірінде мен тәуекел қазақ пен қалмақтың ханы деген сынды жазбалар болса да, олар 19 ғасырдағы тарих бетіне әдейі қырғыз қайсақтар деп жазып келді. Көрдіңіздер ме, барлық жақтардан түркілер құрған империяларды әдейі атауын өзгертіп түркілерден алыстатуға, ұмыттыруға тырысқан. Өкінішке орай, мен де тарих жайлы айтқанда Мәмлүк сұлтанаты Әмір Темір мемлекеті деп айтуға мәжбүрмін. Себебі Тұран мемлекеті деп айтсам, кейбір адамдар қандай Тұранды айтып жатырсың деп қате түсініп қалуы мүмкін. Ал Шыңғысқа мемлекеті қалай аталғанына келер болсақ, бұл жайлы да жазбаларға мән беріп қарасақ, шындыққа көз жеткізе аламыз. Мысалы, араб жазбаларында Шыңғыс хан әскеріне қарасты ат татар деп аталған. Тұздың бейбарысқа жазған хатында да оларды татарлар деп атаған. Қытай деректерінде Шыңғыс хан қолбасшылары өздерін татармыз деп таныстырды деп те айтылған. Европа жазбалары мен картографтарында да Шыңғыс хан империясын Тартария деп атаған. 13 ғасырдағы барлық жерлерде татарлар, татар әскері, татар империясы деген жазбаларды ғана көре аламыз. Енді моңғолдар деп неге айтты десеңіздер, моңғол деген жазбалар Рашид ад-Диннің жазған Жамаи ат-Таварих деген еңбегінде кездеседі. Бірақ бұл парсы тілінде жазылған деректі, орыс тілді нұсқасында оны барынша бұрмалап тастағандықтан және қазақ тілінде оригинал кітаптан аударылып шықпағандықтан біз нақты түрде моғол деген қандай мағынаны білдіргенін айта алмаймыз. Тарих сахнасында 20 ғасырға дейін моғол деген бірақ мемлекет болған, ол халқы дулаттар мен үйсіндерден құралған Моғолстан мемлекеті болды. Ақназар ханның тұсында Моғолстан халқы өз еркімен қазақ хандығына қосылғандықтан бүгінгі күні моғолдардың тікелей мұрагері ол қазақтар. Негізінде Шыңғыс хан көзі тірісінде мемлекетті 4 бөлікке бөліп кетті. Себебі ол орасан зор аумақты жаулап алды және әлбетте бір хан сонау алыс аймақтарды қолында ұстап отыра алмайтындықтан Жошы, Шағатай, Үгедей, Төле деген 4 ұлына бөліп берді. Және олардың жалпы атауы татарлар деп аталды. Татарлар деген кім дегенге келсек, ол жайлы орта ғасыр тарихшысы Розбихан Мехман Намей Бухара деген кітабында бүкіл әлемге күшімен және қорықпайтын батылдығымен танылған қазақтар Шыңғыс ханның кезінде татарлар деп аталған деп жазды.